шығылда оқушылар ентелеп шығылды. Әрқайсысы өз орнына барып отырды. Карантиннен келген олар бір-бірін сағынып, жағдай сұрасып, шуылдай жөнелді. Ауру барлық адамдардан, тіпті мұғалімдердің де жүйкесіне тиген. Қабағын түйіп тұрған мұғалім оқушыларға жалт бұрылып: «Тыныш, сендер барлықтарын бұл індет туралы білесіңдер. Және осы індетте қаншама адам кәрі жас демей кетіп жатты. Сондықтан бүгін сендер ерекше тапсырма орындайсыңдар. Мамандықтың бәрі жақсы. Кім қандай маман иесі болғылары келеді, қағаз бетіне осы маман иесі сызыңдар. Жай ғана сызбай, керемет журналдың беті сияқты болсын. Кірісіңдер». Барлық оқушылар қолдарына қалам алып, алдарындағы ақ қағазды шимайлай кірісіп кетті. Тек бір оқушы түсінбеген сыңай танытып, қолын көтерді. Бұл үлгілі, тәрбиелі. Тек бір оқушы түсінбеген сыңай танытып, қолын көтерді. Бұл үлгілі, тәрбиелі, сыныптың үздік оқушысы Аружан еді. Аружанның ата-анасы осы індет кезінде ауырып, екеуі де өмірден өткен. Жанары мұңға толы, көзі мөлдіреп, қайта-қайта қолын көтерді. «Апай, бір сұрақ сұрасам бола ма?» «Жоқ, ешқандай сұрақ болмайды. Тапсырманы орындаңдар. Тапсырманы орындағыларың келмесе, жауап беріңдер. Тиісті бағаларыңды қойып беремін». Амалсыз оқушы қолына ақ қағазын алып, бір нәрсені шимайлай жаза бастады. Абыр-сабыр болып, біреуі жымиып, біреуі ойланып, берілген тапсырманы орындауға кірісті. Сабақтың уақыты аяқталған. Кенет қоңырау үні естілді. Балалар орындаған тапсырма қойып, сыныптан шығып жатты. Тек Аружан ғана соңына келіп, үстел үстінде тұрған тапсырманың үстіне қойды да, көзі жасаурап шығып кетті. Мұғалім тапсырмаға жақындап келіп отырды да, Аружанның қойып кеткен қағазын қолына алды. «Алмаймын, бірақ жазу жазғанды қатты жақсы көремін. Мен дәрігер мамандығын таңдағым келеді. Өз ісімнің білікті де білімді маманы болсам, дәрігерлік шеберлігінің үздіксіз шыңдап, әр науқастың дертіне шипа тапсам, қысылған адамға бар қызметімді жасасам, жылы сөзіммен, ақ жарқын, адал көңіліммен сырқаттың жайын таба білсем, өзім мазалаған сұрақтарға жауап бере алатын мықты дәрігер болғым келеді. Апай, сіз білесіз бе? Менің ата-анам тамаша жандар болған. Өйткені әкем асқар тауым, алынбас биік қамалым, қорғаным, айбыным. Ал анам менің қолдаушым, ардақтым, ақылшым, сырласым болған еді. Мен оларды қатты жақсы көремін. Апай, себебі олар маған өмір сыйлады.
да жақсы тәрбие беріп, өмірдің ақ қарасын ажырата білетін және қандай қиындық болса да мойымайтынды, ал сол үшін арманыңа қосатын үлесің ол білім алу. Білім ол дәрігер болуға апаратын баспалдақ. Сол үшін барлық күш-жігерімді білімге жұмсаймын.